Достар, видеоны жалғастырмастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк немесе дизлайк қойып, комментпен қолдап кетіңіздер. Мына көріп тұрғаныңыздай, алдындағы біздің сетка. Сетканың білесіздер, өткенде тоқ алғанбыз, мыс тоғы. Мыс сымы мына жағында болды. Енді мен бүгін сетканы кесінше қарасам, мына жағында осындай бізде тағы да сым тұр. Ол да әрине мыс. Бұны ағытып аламыз, кейін тазартамыз. Арнада болыңыздар. Және де оған қоса, құрметті достар, көріп тұрғаныңыздай бізде осындай сым. Бұл енді алюминий екі жилка дейді ғой, жаңа екі неге бөлінген. Екі тармаққа бөлінген осындай. Шамамен 10 метрдей болып қатшы. Және де осындай екі енді ұялы телефонның қуаттау сымы. Ал бұл көріп тұрғаныңыздай медный клеймо. Медный бұл да бір сым табылған кішігірім. Осылардың бәрін тазартатын боламыз. Арнадан алыстап кетпей, видеоны жалғастырмастан бұрын арнаға тіркеліп, колокольчик, лайкпен қолдап кетуіңізді сұраймыз. Көріп тұрғаныңыздай достар, сымдар жинағы. Мынау енді ішінде тазартылатыны былай қойық. Ал қалғаны бұл жағылатын, яғни ұсақ сымдар. Одан кейін міне тазартылатын сымдар. Міне жайлап тазартып бастап жатырмыз. Міне көріп тұрғаныңыздай алюминий. Мынау көріп тұрғаныңыздай өткендегі шаң соғыштың сымы. Бұл яғни мыс. Көріп тұрғаныңыздай толық мыс. Және де одан кейін тағы да тазартатын бұл жаңағы теледидарды ұстап тұратын несін, телескопын ұстап тұратын сол сым. Бұнда бұл жалпы негізінде мыс болу керек. Бұнда ашып тазартып әрмен қарата көре жатасыздар. Ал әрмен қарата жалғастырмас бұрын достар, арнаға тіркеліп, подписка бөліміне қоңыраушаны басып қолдап кетіңіздер. Міне бізде әрмен қарата көріп тұрғаныңыздай бізде тоңазытқыш бұл жерде. Ал достар, видеоны әрмен қарата жалғастырмас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, подписка бөліміндегі қоңыраушаны басып қолдап кетіңіздер. Ал әрмен қарата көріп тұрғаныңыздай бізде тоңазытқыш бұл жерде. Енді бұл жерде байқалмайтша, жалпы Nord деген компаниядан жасалынған. Және де ең қызығы, бұны талдаймыз, бұзамыз. Бұл жерде кішкентай өзінің наклейкасы бар. Ал бұл жерде ең қызығы, міне көргеніңізде, бұл міне көрінбейді енді камераға. Холодильник дейді, мына жерде сделано в Украине. Осыны бұзып бастаймыз алғауын. Бұда ең бастысы, міне көріп тұрғаныңыздай, міне литой мыс болып біледі. Міне одан кейін мына моторчигі, өзінің ішінде фреон, барлығын бұза жатамыз. Көріп жатасыздар. Ал бұл жерде міне латунь. Латунь қалған бәрі мыс. Сонымен талғауды бастайық. Сонымен достар, талғауымыз жалғасуда. Көріп тұрғаныңыздай сыртқы сеткасын алдық. Бізде ішінен кейін, міне оның ішінде осындай моторчигі көрінді, міне. Және сымы, олда мыс әрине. Одан кейін, міне бұзып мына жерде латуньміз, мыс сымда, мына жерде алюминий аламыз. Осындай картинка көрінді, әрмен қарата жалғастырамыз. Сонымен достар, біраз
біраз жерін бұздық, біраз жерін аштық. Жоғасынан сынған жерлері. Мынау жалпы ең основной моточек. Соны бұзып, қазір мына жерде ақталатын жерлерін, мына несін релесін алып тастаймыз. Одан кейін міне қызық құрылғыға тап болдым. Стакап дейді. Бұл енді Made in Europa дейді. Жалпы 08-03-ке қалғанда ойлаймын енді. Тамыздың 3-і ме екен, сондай. Немесе наурыздың 3-і ме екен, сондай дата деп. Жалпы бұл қандай құрылғы екенін білсеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Бөлісіп отырыңыздар. Сонымен достар, бізде талғау пысықталуда. Мына көріп тұрғаныңыздай ішінде моточек бар. Бұны енді қазір болгарканы кесеміз. Одан кейін міне жалпы жиналған мыс сымдар. Баста латунь болу негізі. Тағы да бұны жағуға жібереміз, одан кейін тексереміз. Одан кейін мына құрылғыны білесіздер. Бұны енді не зат екенін мүмкін білсеңіздер, комментке жазып кетіңіздер тағы да. Одан кейін мынандай алюминий. Одан кейін міне біздің копилкамызге осындай латунь. Одан кейін міне құйылған мыс. Одан кейін көріп тұрғаныңыздай бұл қара темір енді. Яғни металл алғам. Мына қазір пластиктерін алып тастаймыз. Ал біз болгарканы кесіп кеттік. Сонымен достар, біз жаңағы шыққан түсті металдарды өлшеп бастайық. Сонымен біздің латунь 14 грамм. Мынау бізде мыс, жаңағыдай құйылған мыс, яғни тұлбалар. Бұны да өлшеп бастайық. Сонымен құйылған мысымыз 128 грамм болды. Жаман емес нәтиже негізі. Әмен қарата қара түсті қара металымыздан істейік, өлшейік. Бастадық, мына 207 грамм. Кейіннен яғни осындай ұсақ темірлеріміз, ұсақ шуруптар. Әрине қара түсті металл. Сіміля деп салайын. Сонымен қара түсті металлымыз 305 грамм болып шықты. Бұның барлығы әрине біздің жинағымызға, копилкаға, яғни копилкамызға жиналады. Өте жаман емес нәтиже. Сонымен достар, біз өткендегі алюмин сымын ағытқан болатпыз, тоқ сымын. Оны тазарттық, одан кейін салмағын өлшеп көрейік. Көріп тұрғаныңыздай 322 грамм. Жаман нәтиже емес. Сонымен достар, бізде кезекті табыс өткендегі білесіздер ме, шаң соғыштың соның барлығын болгарканы кесіп, міне ішіндегісі мына катушка сияқты. Бұны енді жағу керек, сол кезде меті шығады. Бұл клеймен тұрған, көбісі қателеседі, бұны былай кеседі, ортасынан кеседі, түкесінен кеседі. Бұл негізі клеймен тұрған, бұны жағу керек, сол кезде мет сым алынады. Бірақ бұл жерде сым мыс, бұл жерде. Ал мына ішінде көргеніңіздей алюминий.
Және одан кейін бізде мына жерде өткенде білесіздер, тоңазытқыштың анау шаңсуғыш болса, бұл тоңазытқыштың несі ішкі жаңа бұны кесіп, қазір бұны алатын боламыз. Салмағын қараңыздар, кәдімгідей. Мына жерінің бәрі мыс. Бұл жері мыс, ішінің бәрі мыс. Мына жері литый мыс, енді бұның бәрін ағыту керек бар. Жоғарысы, бұл жері темір әйне. Мына жері мыс көрініп тұр. Арнаға келіп қолдай кетіңіздер. Біз жалғастырамыз. Достар, міне біздер кестік осылай болгаркамен. Ішінен толған мыс, лық толы мыс. Енді бұны осылайынан ұзыннан бір кесетін болсақ, міне ғана плоскопцияны шығарып аламыз. Ал мынау ішінен шыққан бұның төрт жерінен де кестік бекітілген. Мынаусы бар, мынау бар. Мынау қара темір. Достар, көргеніңіздей бір жағы шешілді. Екінші жағын плоскопциямен суырып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай достар, мына бірінші катушка, бірінші моторчик. Одан кейін бізде мына екінші холодильник бар. Соны да бұзып, соны несі. Бұнда моторчигі бұл бірінші холодильнигіміз. Бірінші тоңазытқышымыз жаңа не болса, Украинан болса, бұл тұрғаныңыздай Made in Belarus. Беларусь елінде жасалған. Мұның катушкасы, моторчигі. Бұны енді қазір кесетін жерлерін кесеміз. Енді достар, бізде осылай жиналған аз-маз латунь бар. Сонда өлшеп көреміз. Ең үлкен жақсы кусогы міне. Орысша айтқанда смачный кусок дейді ғой. Сосын міне түсін қараңыздар, міне мынада сарғыштау латунь түсі міне. Оның барлығы көбісі смесителерден шықты, яғни санузелдер құралдары. Сонымен саны көріп тұрсыздар, 0. 1132 грамм болды.
Керемет. Ал сонымен достар, біз жалпы талдаудың аяғына келіп жеттік. Осылай міне мынау барлық жиналған сымдар, өтеуге дайындалған сымдар, және де мынау телевизорден шыққан тоже осындай мыс. Енді бұны болгаркамен кескенше ойладым жаққан дұрыс болар деп. Одан кейін мына білесіздер, как кішігірім моторчик сияқты стартер деп, енді қателеседі көп, стартер емес бұл как катушка ретінде моторчик. Бұны енді көбісі қателеседі, былай кеседі, болгаркамен былай кеседі. Жоқ, бұны мыстарды жібермейтін, бұл жерде негізінде клей. Сол осы бар, және де осы көп тұрғанызда міне көп үндемей тағы бір түсіріп алайын. Ал біз жағуды бастаймыз. Ал сонымен достар, көріп тұрғаныздай процесс кетуде. Қараңыздар, неше түрлі түсті от. Сондай қызық. Сол өзіме ыңғайлы уақытта жағып тұрғасын, жаңағы өткенде айтқан ыдысты, сол ыдысқа неге жақпадым деп комментарийда жазудың қажеті жоқ. Және де бұның алдында камераны тіке ұстағаныма кешіресіздер. Мына горизонтальный енді қателесіп кетіппін, ыңғайлы ұстағанымыз. Сол жалғасын көре жатасыздар, ең соңғы нәтижесін. Және де тағы айта кететін зат, ол бастысы біз осы талдауды, осылай заттарды шашуды, жалпы талдауды біраз уақытқа қоятамын. Себебі өздеріңіз білесіздер, каналдың аты Жасыл Ақтөбелік. Жалпы копқа, металлокопқа, темір іздеу, неше түрлі заттарды іздеу деген сияқты қатысты болған соң, біз сол тематикада осы маусымда жіберіп алмауымыз керек. Және де маусымнан бөлек алдағы уақытта қыс мезгілінде олсын, көктем мезгілінде, күз мезгілінде олсын, судың астында олсын, жер бетінде олсын, жаңағы ғимараттардың іргетасында, фундаментінде дейді ғой, сондай жерлерде олсын бәрін шұқитын боламыз алдағы уақытта. Ал соңғы нәтижесін дайын болыңыздар. Арнаға тіркеліп любой комментарий жазып кетіңіздер.